Ассалаумағалейкум. В общем, сендер мопедте келатсыңдар, мопед резко өшіп қалды. Не істеу керек? Ең бірінші мына жақты қараймыз. Мына проводтар орында тұрма. И былқылдамай тұру керек. Орнында тұрса, свечаның проводы орында тұрма көреміз. Осы шығып кетуі мүмкін. Астынан да көрінеді негізі. Мынау орнында тұру керек. Осы шығып кетуі мүмкін. Егер одан болмаса, вакуумный трубкалар тексеру керек. Вакуумный трубкалар көбінесе ескіріп, шіріп, тесіліп қалады. Одан кейін бензин бармай қалады моторға. Шқа жерінден подсос болып тұрған жоқ па, мынау шығып кетуі мүмкін. Біреу былай барады. Екіншісі карбюратордың үстіне мынаяққа барады. И основной бензиннің өзінің трубкасы неге барады. Көрінді ма? Мына свечной провод бәрін тексеріп көргеннен кейін мына жерде мынандай бір провод болады. Қара түсті қызыл полоскасымен. Міне мынандай. Сол шығып кетуі мүмкін анда-санда. Орнына тығып қоямыз, егер шығып кеткен болса. Мына мопедте ол мындай тұр. Мындай қара түсті полоскасы бар, қызыл провод. Сол искраға жауап береді. Егер бұның бәрі нормально болып тұрса, бензинді тексеру үшін мына бензинді шығарамыз. Мынау бензин ағатын трубка и екі вакуумный трубканы шығарамыз. Сосын біреуін жауып тұрамыз да, екінші басын сорамыз. Сорған кезде мына жерден бензин ағу керек. Мен қазір өзіме қарай тартам. Бензин ақты. Өстіп тексеріп көрсе болады. Егер ақпай жатса, значит вакуумның міне бір шлангта тесік бар, или мынау істемей қалған, или бензин. Осылай тексереміз бензинді. Бензин бар болса, келесі уже искраны тексеруді бастаймыз. Искра бар ма екен, соны тексереміз. Мынаяқтан свечаны шығарып аласыздар. Салдым. И обязательно бір массаға тигізу керек темірге. Светті өшіріп көрсетейін. Массаға тиіп тұр темірге. И моторды айналдырады. Егер искра жоқ болса, мынаны басын тексеріп көру керек. Мынаны шығарып аламыз. И тура жаңағындай былай тигізіп моторды айналдырамыз. Сол кезде искра болу керек. Массаға бергенде былайынан. Егер өстіп былай тигізіп массаға моторды айналдырып көріп искра бар болса, значит свечной наконечникті ауыстыру керек. Значит мынаны ауыстыру керек. Мен коммутаторды шығардым. Мына жерде бәрі идеальный мысалы. Кейбіреу болады, былай шығып кетеді. Соны қайтадан орнына салу керек болады. Осымен біздің видео аяғына келді. Егер бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Жауап беремін. Енді осы істеген заттардан кейін мопед оталмаса, уже СТО-ға апару керек, наверное. Өйткені аняқта клапандарды регулировка жасау мүмкін. И еще генератордан болу мүмкін, искра болмаса. Болды, қош сау болыңдар.